Бір күні түн ортасы ауа бере көше шарлап жүрген ханның қарауылдары бақырған дауысты естіп шет көшедегі дүкенге жүгіріп келсе, ұстаған қолы босап қорқырап құлап бара жатқан дүкенші мен орнының үстінен түседі. Бейшара дүкенші шұрқылтайынан қадалған қара қанжардың орнынан атқақтаған қанға боялып жан тапсырыпты. Қарауылдар ұрыны мықтап байлап алады. Сендер кімді байламақшысыңдар? Хан баласы Қабылғақ, қол жұмсауға қайдан жеттіңдер? Дегеніне қарамайды. Киімін өңін әдейі өзгертіп алған хан баласын қарауылшылар қайдан танысын? Аузына орамал тығып, көзін таңып зынданға салып тастайды. Сол кездегі ереже бойынша ұрымен қоса куәлік ретінде өлікті де табытқа салып, зындан аузына әкеліп қояды. Таң атыпты. Қазы молла уәзірлер желіп келіп өлікті көрісіпті. Өлуші бір кезде ханға ерекше қызмет көрсеткен бір батырдың жалғыз ұлы болып шығады. Батыр кезінде бір соғыста патшаны құтқару жолында қаза болған екен. Бұл жағдайдан хабар тапқан хан қатты кәрленіп, Ондай қарақшыны кешеуілді етпейді, арға тартыңдар, деп әмір етеді. Хан жарлығы атқарылыпты. Сол кездің салтында хан жазадан соң ел жұртына ақыл кеңес айтып елін тәртіпке шақырады. Артынан жазалаушыны өзі бас болып көзден кешіреді. Жиналған ел түгел көріп болған соң өлікті дарияға тастайды. Хан халқына бегіне өлтірілген дүкенші баланың әкесі марқұмның ерлігін айтып егіле жылайды. Соңынан уәзірлерін шұбырта ертіп жазалаушыны көруге барады. Олар таяғанда дар басындағы қарауылдар өлтірілген ұрының көзіне тығылған шүперекті шешіп, аузына тығылған орамалды алып тастайды. Хан нөкерлерімен дар басына жетіп келгенде күтпеген сұмдыққа тап болып есінен танады. Өйткені дарда асулы тұрған өзінің Құдайдан сұрап алған жалғыз ұл екенін ол сонда бірақ білген екен. Құсаланған хан да көп кешікпей ұлының соңынан дүние салыпты.